Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы спирттер номенклатурасы, изомериясы, құрылысы, алыну жолдары, қасиеттері, биологиялық тотығуы, қолданылуы. Жай эфирлер, биоэтанол және спирттердің жаңартылған энергия көзі ретіндегі рөлі және спирттердің биологиялық тотығуы, адам ағзасы мен қоршаған ортаға әсері. Дәрістің жоспары спирттер, спирттердің номенклатурасы мен изомериясы, олардың алыну жолдары және қасиеттері, биоэтанол және спирттердің жаңартылған энергия көзі ретіндегі рөлі және спирттердің биологиялық тотығуы, адам ағзасы мен қоршаған ортаға әсері. Спирттер көмірсутек молекуласында бір немесе бірнеше сутек атомдарын гидроксил топшаларымен алмастырғанда алынатын қосылыстарды спирттер немесе алкогольдер дейміз. Гидроксил топшасы байланысқан радикалдардың сипатына қарай спирттерді қаныққан және қанықпаған деп бөлеміз. Молекула құрамындағы гидроксил топшасының санына қарай 1, 2 және көп атомды спирттер болады. Алканолдардың жалпы формуласы CnH2n+1 OH болып келетін гомологтық қатар түзеді. Гидроксил топшасы байланысқан көміртек атомның сипатына қарай алканолдарды біріншілік, екіншілік және үшіншілік деп бөлеміз. Спирттердің номенклатурасы және изомериясы. Халықаралық номенклатура бойынша спирттерді сәйкес келетін алкандардың атауына О қосымшасын қосып, гидроксил топшасының орнын цифрмен көрсетіп атаймыз. Мысалы, 2 бутанол метил этил карбинол, екіншілік бутил спирті. Спирттердің алыну жолдары. Бірінші, галоген алкандар сумен немесе сілтінің судағы ерітіндісімен қыздырғанда гидролизден алканолдар түзеді. Алканолдарды этиленді көмірсутектерді гидратациялау арқылы аламыз. Альдегидтерді, кетондарды және күрделі эфирлерді катализаторлардың, соның ішінде никель, платина, палладий, кобальт қатысуында тотықсыздандыру арқылы алканолдарды алуға болады. Бұл жағдайда альдегидтер мен күрделі эфирлер біріншілік спирттер, ал кетондар екіншілік спирттерді түзеді. Альдегидтерге, кетондарға және күрделі эфирлерге металлорганикалық, мысалы магний органикалық қосылыстармен әрекет етіп, алканолдарды синтездеуге болады. Магний органикалық қосылыстардың жәрдемімен спирттерді синтездеуді Гриняр ұсынған және ол мына схема бойынша жүреді. Құмырсқа альдегидінен бұл схема бойынша біріншілік спирттер алынады, барлық басқа альдегидтерден екіншілік спирттер синтезделеді. Кетондар магний органикалық синтез бойынша үшіншілік спирттер түзеді. Көміртек оксидін гидрогендеу арқылы қолданылатын катализатордың табиғатына қарай реакция температурасына және суо мен H2-ның қатынас мөлшеріне қарай әртүрлі спирттерді алынады. Өнеркәсіпте спирттерді негізінен алкендерден, карбонилді қосылыстардан және көміртек оксидінен алады. Спирттердің қасиеттері. Тура тізбекті алканолдар тармақты тізбекті алканолдарға қарағанда жоғары температурада қайнайды. Біріншілік алканолдар екіншілікке, ал екіншілік алканолдар үшіншілікке қарағанда жоғары температурада қайнайды. Мысалы, нормальды бутил спирті 118 градуста, екіншілік бутил спирті 99 градуста және үшіншілік бутил спирті 83 градуста қайнайды. Балқу температурасы керісінше үшіншілік спирттерде жоғары болады. Алканолдардың тығыздығы бірден кем, яғни судан жеңіл. Спирттердің қасиеттері. Спирттер мен фенолдардағы сутектік байланыс оң зарядталған OH сутегі мен теріс зарядталған оттек арасындағы тартылыс молекулаларды бірге ұстайды. Метанолдың электростатикалық потенциалдық картасы оң зарядталған оттек пен сутегі мен теріс зарядталған оттегіні көрсетеді. Алканолдар полюсті қосылыстар. Молекула құрамында 2 полюсті байланыс бар. Спирттердің қасиеттері екі аспекттірде оттек пен сутек байланысының валенттік тербелісіне тән жұтылу жолақтары ассоциацияланбаған гидроксил үшін 3580 мен 3650-1 см аралығында, ал ассоциацияланған гидроксил үшін 3200 және 3500-1 см аралығында байқалады. Спирттердің бірінші қышқылдық негіздік қасиеттері. Алканолдар әлсіз қышқылдық және әлсіз негіздік қасиеттер көрсетеді. Алканолдар сілтілік металдармен әрекеттесіп қышқылдық қасиет көрсетеді. Нәтижесінде гидроксид топшасындағы сутек атомы металмен алмасып алкоголяттар түзеді. Алканолдардың ішінде тек метанолдың және қышқылдық қасиеті судың
қышқылдық қасиетіне жақын келеді. Олардың қышқылдық қасиеті көміртек тізбегінің құрылысына қарай мына қатар бойынша төмендейді. Су біріншілік спирт, екіншілік спирт және үшіншілік спирт. Су секілді алканолдар әлсіз негізгі қасиет көрсетеді. Олар күшті қышқылдармен әрекеттесіп, алкилоксони тұзын түзеді. Күрделі эфирлердің түзілуі. Алканолдар органикалық карбон қышқылдарымен және минералды қышқылдармен әрекеттесіп, күрделі эфирлер түзеді. Күрделі эфирлердің түзілу реакциялары қайтынды, басталғаннан кейін біраз уақыт өткен соң тепе-теңдік орнайды. Біріншілік спирттердің эфир түзу жылдамдығы екіншілік спирттерден 2 есе, үшіншілік спирттерден 20 есе артық болады. Спирттер қасиеттері: дегидратациялау. Алканолдарға су тартқыш заттармен әсер еткенде молекулааралық немесе молекула ішінде судың бөлініп кетуі байқалады. Су тартқыш заттар ретінде әдетте күкірт және фосфор қышқылдардың, алюминий оксидінің, калий гидросульфатын және тағы басқа заттарды қолданады. Алканолдарды молекулааралық дегидратациялау кезінде жай эфирлер түзіледі. Молекула ішінде дегидратациялау жоғары температурада су тартқыш заттардың қатынасында жүреді. Реакция нәтижесінде алкендер түзіледі. Гидроксил топшасын галогендермен алмастыру. Алканолдардың гидроксил топшасын галоген сутек қышқылдармен, фосфор галогениттермен және тианил хлоридімен алканолдарға әсер етіп, галогендерге алмастырады. Спирттердің галоген сутекпен реакциясы қайтымды реакция. Сондықтан оны әдетте су тартқыш заттардың қатысуында жүргізеді. Үшіншілік спирттер бұл реакцияға оңай түседі. Ол молекулада алкил топшаларының индуктивті эффектісімен реакция барысында түзілетін карбкатионның тұрақтылығымен түсіндіріледі. Реакция ебір механизмімен жүреді. Тотығу. Мыс катализаторының қатысында ауадағы оттекпен, калий перманганатымен, хром қоспасымен және тағы басқа тотықтырғыштармен спирттерге әрекет еткенде тотығу реакциялары жүреді. Спирттің құрылысына қарай реакция әртүрлі жүреді. Біріншілік спирттер тотығып, бізде алдегидтер түзеді. Екіншілік спирттер тотығу нәтижесінде кетондар түзеді. Үшіншілік спирттердің тотығу қиын жүреді. Олар күшті тотықтырғыштардың әрекетінен тотығып, тізбек үзіледі. Қышқылдар мен кетондардың қоспасын береді. Катализаторлардың никель, платина, палладий, купрум қатысуында спирттер дегидрогендеу реакциясына түседі. Алканолдар магний, галоген алкандарымен әрекеттесіп, көмірсутектер түзеді. Реакция нәтижесінде бөлініп шыққан метанның мөлшері бойынша қоспадағы спирттің мөлшерін анықтайды. Бұл Чугаев, Теревитинов, Терентьев әдісі. Спирттердің биологиялық тотығуы. Көптеген биологиялық процестер спирттердің карбонилді қосылыстарға тотығуын немесе кері процесті карбонилді қосылыстардың спирттерге дейін тотықстануын қамтиды. Биоэтанол және спирттердің жаңартылған энергия көзі ретіндегі рөлі. Спирттердің отын ретіндегі түрлері: биоэтанол, таза этанол. Этанол бензин қоспалары, бұл жерде Е5 5% этанол, Е10 10%, Е85 85%. Бутанол, биобутанол энергетикалық тығыздығы этанолға қарағанда жоғары, болашақ отын ретінде қарастырылуда. Метанол биомассадан алынатын биометанол да бар, бірақ негізінен синтетикалық жолмен жасалады. Пайдаланған әдебиеттер тізімі. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.